Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, Халық Лайф компаниясының кезекті подкастына қош келдіңіздер. Мен Ильяс Жұрынов. Бүгінгі подкастымызға өзінің өмірлік тәжірибесімен, кәсіби тәжірибесімен бөлісуге келген қонақтарды қарсы алайық. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің басқарма мүшесі, академиялық мәселелер жөніндегі проректор Өскенбаева Раиса Кабиқызы. Және де I+ білім беру орталығының менторлар бөлімінің басшысы Амангелді Нұржауған Қасымқызы. Және өмірді сақтандыру компаниясының Халық Лайф акционерлік қоғамының басқарушы директоры Төлеуғалиева Әсел Жарасқалиқызы. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Бүгінгі таңда біз 85% студенттеріміз болашақта ақылы түрде оқитындай ақпарат естіп отырмыз. Қазіргі уақытта ата-аналарымыз қаншалықты қаражат жинап жатыр екен, қаншалықты олар өздерінің балаларын ақылы түрде университетке, жоғарғы оқу орнына түсіре алатын мүмкіндігін талқылайтын боламыз, және ол үшін қандай бізде инструменттер бар, ол үшін өздеріңіздің пікірлеріңізді айта кетсеңіздер. Әсел Жарасқалиқызы, қазіргі уақытта қалай ойлайсыз, ата-аналардың жалпы жинақтау қабілеті жеткілікті ме? Кез келген ата-ана көз көрген баласын жақсы жерде білім алса екен деп армандайды. Бірақ өкінішке орай қазақстандықтардың көбінің армандары мен бүгінгі таңдағы қаржылық ахуалы сәйкес келмей жатады. Мен бүгінгі таңда қазақ елінің жалпы ақылы түрде балаларының жоғары оқу орындарында қаржылық тұрғыда дайын емес деп айтқым келеді. Неге десеңіздер, өкінішке орай бізде қазақ халқында жалпы қаржылық мәдениеті төмен. Кез келген балаға жастайынан бастап ақша жинау қажет. Кез келген балаға өзінің жаңағы бейімділігіне қатысты, потенциалына қатысты көптеген ата-ана енді өзінің алдында баласын біледі ғой, бейімділігін, соған қарай сол мамандық аясында, тіпті ол мектептен бастап, мектепке дейінгі уақыттан бастап, мектептен кейінгі жоғарғы оқу орнының барлығына дайындықпен келу керек деп ойлаймын. Мен өзім ата-ана ретінде биыл балам 12 сынып бітіріп жатыр. Мен де үлкен дайындықпен келдім. Солай кез келген ата-ана дайындықпен келсе екен деп ойлаймын. Ал жалпы қаржылық тұрғыда айтатын болсақ, бала тез өседі. Жаңа қазақта мақал бар, 6 жастан бастап жинасаң асады, 7 жастан бастап жинасаң жетеді деп. Сондықтан осы келешек бағдарламасы аясында мемлекет тарапынан болып жатырған, оның ішіндегі Білім Лайф бағдарламасы, Халық Лайф компаниясының, осы жерде тек қана ата-ана өзімен өзі жалғыз қалып қоймайды бұл қаржылық сұрақпен. Ата-ана өз ақша жинай бастайды. Оған компания Халық Лайф тарапынан 8% кепілдік табыс төленеді, және де мемлекет тарапынан мемлекеттік сыйақы төленеді. Жаңағы ақша теңге тиыннан құралады дейді ғой. Егер ата-ана өзінің баласына жоспарлап ақша жинай бастаса, міндетті түрде ақша тез жиналып көбейтіледі. Сондықтан осы бағдарламаны ескере отырып, кез келген ата-ана қаржылық тұрғыда дайын болса екен деген осындай үлкен мақсатымыз бар. Дұрыс айтасыз. Қосылуға болады. Қазір айтылған пікірге. Біз мына жоғары оқу саласында көп жыл болды істеп жүріп, қазір көбінесе бір 80% оқушылардың грантта оқиды ғой. Ал мына мәселе, мына қаржылық дайындық деген Қазақстан орталығында дамымаған әлі. Мен сол пікірмен қазір енді ары қарай айтамыз ғой тағы. Ол туралы. Мысалға, жоғарғы оқу орындарында бүгінгі таңда ақылы түрде оқып жатқан балалардың қаншалықты соңына дейін жетуі және сол мезетте ақша маңызды рөл ойнай ма? Бұл үлкен мәселе. Қазір мына біздің университетте бір 20-25% оқушылар ақылы түрде оқиды. Содан сол жаңа 25% жетеді деп айтамаймын соңына дейін. Неге десеңіз, қаражат жетіспейді. Бұл мына біздің қоғамда өте күрделі сұрақ. Сол туралы қазір талқыласақ, бұл дайындықты ата-ананың өзіне ғана қалдырмай, мына қоғам ретінде мемлекет тарапынан беріліп отырған бағдарламаны дұрыс қолдану. Дұрыс қолдану, соған дайындау, сонда болашағымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Мысалы, сессия жақындаған кезде қаражатты төлеңдер деп айтады, енді уақыты келіп қалады. Көп ата-аналар оны бірден бір жылға төлей алмайды ғой. Бөліп төлейді. Несиеге алады көп уақытта. Несиеге алады, төлеп, біз
көп әрекеттер жасаймыз, ай сайын төлеуге мүмкіндік береміз. Ол байланысты жаңағы балалардың қаражаттық мүмкіндігінше ата-анаға жан жақтылық қамтамасыз етеміз дейсіз ғой төлем аясында. Ол тағы басқа жағынан да бар, жаңағы грантта оқып жүрген баланың да сондай қорқынышы бар. Гранттан шығып болса, олар қарай жалғастырамай қалады. Сондықтан қазір біздің үкіметіміз, біздің қоғамымыз көп әрекеттер жасап жатыр. Бағдарламалар ашылып жатыр. Сол туралы ашығырақ айтсақ, әр адамға жеткізсек дұрыс сияқты болады. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытта статистиканы қарасақ, жалпы бізде Қазақстан бойынша 24,5 триллион теңге депозитте жинақтайды екен ата-аналар, жалпы енді халқымыз. Бірақ оны әр адам басына енді орта шамамен шаққан кезде, мысалы кейбір көп отбасылар, олар орта шамамен 204 мың теңге ғана депозитінде ақша бар деп санауға болады. Орта шамамен есептесек. Сонда 204 мың теңге, мысалы мен де бір ата-анамын, менде депозитімде 204 мың теңге ғана болса, ертең күні мен балам оқуға барған жағдайда ол ақша жетпей қалады. Иә? Және де бұл санда іріленген сан деп айтсам болады. Жалпы қазаққа бөлген кезде бұл жаңа орташа статистика ғой. Толықтай, ал көптеген менің өзімнің қаржылық сауаттылық аясында өзімнің статистикам бойынша бүгінде қазақстандықтардың 80% айлықтан айлыққа дейін өмір сүреді. Оның бюджетіндегі 60-70% несие төлеуге кетеді. Сондықтан жаңағы 204 мың деген ол орташа есеп. Егер әр қазақтың артында 204 мың теңге тұрса, мен қуанар едім. Бірақ өкінішке орай ол 204 мың мына қанша айтып жатамыз, қаржылық жаңа қауіпсіздік жастығы деп, финансовый подушка безопасности жасау керек, балаларға жастай ақша жинау керек деп. Соның барлығы өкінішке орай жай халыққа әлі қол жетімсіз. Сондықтан әр қазақтың қазіргі біздің ең негізгі жеткізгіміз келгені, кез келген ата-ана 3000 шақырым, 4000 шақырым жерде отырып, тіпті қойлы ауылда отырып, баласының оқуына әзірден бастап ақша жинаған жағдайда міндетті түрде ол өзінің баласына сапалы білім қамтамасыз ететін жайында осы жеткізгіміз келеді. Құрметті қазақстандықтар, Halk Life компаниясы осы мықты өнімді сіздің балаңыздың сапалы білім қамтамасыз ету аясында сіздермен жұмыс жасауға, сіздерге көмектесуге, сіздерге жан-жақты консультация беруге дайын. 7123 нөміріне хабарласып, сіз өзіңіздің кеңесіңізді алсаңыз болады. Немесе Қазақстан бойынша 20 филиалға өздеріңіз келіп, жан-жақты ақпаратты алып, шотыңызды ашып, ақшаңызды бүгіннен бастап жинасаңыз болады. Негізі жоғарғы оқу орнынан басқа жоғарғы оқу орнына дейін дайындыққа қажет деп ойлаймын. Иә? Сол бойынша Нұржауған, сіз өзіңіздің пікіріңізді білдіріп кетсеңіз, ол ата-ана баланы қалай қосымшаларға беру керек па, жаңағы әлде әбден университетке түсер алдында біздің қарапайым халқымыз 11 сыныпта ойлана бастайды ғой. Менің балам қайда барады екен деп. Жақындаған кезде берген дұрыс па қосымша сабақтарға? Сол жайында өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Жалпы оқушылар бізге центрге келген кезде, I+ білім беру орталығына келген кезде балалардың көп оқушының базалық білімі төмен болып келеді. Базалық білім дегеніміз мектеп білімі. Иә, мектеп білімі, мектеп қабырғасында алған білімдері өте төмен болып келеді да оқушылардың. Бұған байланысты даже тіпті пороговый балдың өзін көп оқушылар келген кездерінде жинай алмайды. Мысалы, бізде алу керек 140 балл болса, соңында 130-дың үстінде алып шығатын оқушылардың өзі 11-ші сыныптың басында келген оқушылар тіпті 70-80 балға да жетпеуі мүмкін. Бірінші алған кездерінде. Ал бұл жердегі жалпы ұбыттың толықтай қамтайтын тесттерінің барлығы тек қана 11-ші сыныптың материалын қамтымайды. Баланың 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін алған материалын қамтайды да, бірақ оқушы қарапайым тек 11-ші класстың бағдарламасына дейінгі бағдарламаның өзін толықтай біледі деп айта алмаймыз. Ол баланың өзінің дағдысына байланысты болуы мүмкін. Тіпті мысалы бізге РХМШ мектептерінде оқитын балалар да келеді. Олар физика, математика бойынша мықты болуы мүмкін, бірақ басқа базалық білімдері болмауы мүмкін. Көп балалар қарапайым Қазақстан тарихын да білмейді. Бұл
мектепте берілетін білімнен бөлек сол үшін де қазір біздің нарықта өте көп қосымша білім беру орталықтары бар болған Сұраныс болып тұрып отыр, иә. Сол себептен де тек қана 11 сыныпта дайындау ол дұрыс емес. Дұрыс емес, иә. Сонда қанша жастан бастап жақсы, мысалы мына политех сияқты біздің қазақ елінің тұрғылықты дамуына бірден бір үлесін қосып отқан, мысалы мына политехқа түсу үшін Қаныш Сәтпаев атындағы университетке қанша жастан бастап дайындық қажет? Негізі біз дайындықты 10 сыныптан бастаймыз. 10 сыныптан бастаймыз, себебі балаларға біз арнайы профориентологиялық кездесулер өткіземіз. Бізде өзіміздің центрде профориентолог маман бар. Ол кісі біздің барлық менторларымызбен оқу, жаттығу өткізген. Менторларымыздың барлығының профориентолог сертификаттары бар. Демек, әр оқушының өзінің жеке менторы, олмен жеке кездесу өткізу арқылы баланың қандай мамандыққа дағдысы бар тесттер өткізеді арнайы, және де сол тесттердің результаттары бойынша байқап қарайды, баланың қандай дағдысы бар. Бұл мамандыққа бара жатқан баланың өз таңдауы ма, әлде ата-ананың таңдауы ма деген сияқты. Себебі орталыққа келген кезде бала екі бейіндік пән таңдап келеді. Бірақ көбінесе 10 сыныптағы оқушы қандай пән таңдау керектігін білмейді. Мамасы, ата-анасы орталыққа жаздырды, физмат таңдайсың деді, бала физмат таңдады, келді. Бірақ кейін ол оқушымен сөйлесу барысында біз байқаймыз, бала негізі өзінің арманы дәрігер болу керек екен. Содан кейін бала оны ата-анаға ашық айта алмайды, бірақ ментор коучинг әдісін пайдалану арқылы ол баламен сөйлесу барысында анықтайды. Содан кейін барып балаға айтады, сен қазір 50 балл жинасаң да өз арманыңа қадам жасауың керек. Былай ғой, негізінде баланың өзінің мақсаты болса, бала оған жетуге талпынады. Ал көбіне ата-ананың мақсатына бала жұмыс жасағысы келмейді деген тұр ғой. Ата-ананың мақсаты болса, бала ол баллды жинауға деген ешқандай да мотивациясы болмайды. Яғни бұл жерде ең бірінші бірде бір мақсат баланың өз мақсатын дұрыс анықтай отырып, соған ішкі мотивацияны баланы ояту, иә? Түсінікті. Ал қаржылық тұрғыда мысалға қандай дайындықпен келу керек сіздің орталыққа келу үшін? Жалпы оқушы центрге келген кезде міндетті түрде таңдау жасап келуі міндетті емес. Ол үшін арнайы мамандар бар. Себебі ата-анасына ашылып айтпайтын балалар бар. Сол себептен арнайы маманға жүгініп, ол маманмен кездесу өткізіп, арнайы әртүрлі тесттер бар ғой, баланың дағдысын анықтайтын, соларды өткізу арқылы білеміз бала қандай пән таңдайтынын, және де ол баламен жүйелі жұмыс жасалу керек. То есть бала мысалы 10 сыныпта дайындалып, кейін 11 сыныпта оны тастап кетуі мүмкін да, немесе 10 сыныптың жартысында оқып, ол бала кейін басқа жаққа басқа пән таңдаймын деуі де мүмкін. Себебі 10 сыныптағы бала әлі дайын болмауы мүмкін, бірақ 11 сыныпта бала дайын болып келуі мүмкін, бірақ ол уақыт жетпей қалуы да мүмкін да. Ал дайындықтан басқа, мысалы дайын болуы, болмаудан басқа, тағы да қандай себептер болады ата-аналардың соңғы өзінің жаңағы мақсатына, баланың соңғы мақсатына жете алмауына? Нәтиже деген нәрсе ол бірден болмайды. Нәтижеге жету үшін уақыт керек ең біріншіден. Бізде ата-аналар көбінесе нәтиженің тез болуын талап етеді. Ал баланың 5 класстан бастап базасы жоқ бала, ол 1 айда немесе 3 айда бірден үлкен нәтиже көрсетіп кетпейді. Сол себептен ата-аналар бірден менің баламның келіп жүргеніне 3 ай болды, бірақ әлі ешқандай нәтиже жоқ деп айтып бастайды да. Болды, мен баламды алып кетем деп айту мүмкін. Ал кей баланың адаптациясы да ұзақ уақыт алады. Бір бала ортаға үйреніп, мұғалімге үйреніп, басқа қасындағы группаластарына үйреніп бастауы керек та, оның өзі 1 айдай уақыт алады. 2 аптадан 1 айға дейінгі уақыт алады баланың адаптация периоды. Содан кейін бала бірте-бірте нәтиже көрсетіп бастайды. Мысалы, кей ата-аналарда былай болуы мүмкін. Қазір менің балам 10 сыныпта, сіздерге келіп жүргеніне бірнеше ай уақыт болды, 3 ай уақыт болды. Менің баламда мектептегі бағалары төмен әлі де дейді. Бірақ бала 10 сыныпта оқып жатыр. Мүмкін бала егер қазір алып жатқан базасымен 7 сынып оқитын болса, 7 сыныпта 5 деген баға алуы мүмкін еді. Демек, ата-аналар нәтиженің бірден келмейтінін түсінуі керек. Ол ұзақ уақыт алады, және де соңында міндетті түрде нәтижеге жетеді. Қаражат тұрғыда да мысалға плюс оқу орталығының мен бағасының арзан емес екені бәріміз белгілеміз. Ойлаймын, кез келген ата-ана алдындағы баласына жақсы білім келеді, бергісі келеді, бірақ көп уақытта
қаржылай дайын емес, ол жағда айта кетсеңіз. Иә, сіз мына дамытсақ, сіз айтып отырған мәселеңізді. Ай плюс жаңа Пифагор, олардың ақылы дайындау ғой. Оның бағасы онша арзан емес. Сондықтан басқа жай да мектепте жүрген ауылдағы халық қайтеді. Олар қайтеді. Қалай анықтайсың мына бала дұрыс келді ма? Біз енді жоғарғы оқу, біз енді маман дайындаймыз. Маман дайындауға келеді, біз олармен тәрбие жағы да бар ғой. Оны қай мамандыққа ол дұрыс келді ма, келген жоқ па, оны анықтауға бізге уақыт жоқ. Сіздер алып, сізге бала дайын келу керек қой, дайын келу керек. Саналы түрде сол мамандықты иесі болуына. Сондықтан біз енді оқу орны болған соң мектептермен жұмыс істейміз ғой. Көбінесе мектептермен жұмыс істейміз. Өзіміздің университеттер көп ұйымдар ашады. Бізде мына юный геолог дейді, допустим. Содан кейін жаңағы ақпараттық технологияларға дайындайтын көп сондай нелер ашамыз. 5-ші класстан бастап шақырамыз балаларды. Шақырамыз, көбінесе 7-ші класстың балаларын шақырамыз. Ал енді мына тура дайындықты ол сол 10-ші класстан бастап жаңағы емтиханға дайындауды бастау керек. Ал енді ол уақытта қаражат керек. Әрине. Мен жалпы, мен өзімнің баламды оқыды. Ай плюсқа көбінесе соған барады. 10-ші класс, 10-ші класстан, 10-ші сыныптан барады. 7-ші сыныптан баратындар да бар, нишпен физматқа барарды. Ол енді ақылы түрде оның ақысы биігірек. Сондықтан мына жаңағы бәрін қосып айтсақ, атана балабақшаға барып жүрген уақыттан бастап, оның нелерін ашып, мына мүмкіндіктерін баланың, соны дайындай бастау керек. Ол енді дайындау өзінің мерзімімен келетін нәрсе. Жүйелі түрде, сатылы түрде. Жүйелі түрде келіп отыру керек. Ал енді жүйелі түрге келтіру үшін бұл енді бір ең күрделі нәрсе, ол қаражаттық дайындығы ата-ананың. Енді мен мысалға өзім ана ретінде, жалпы енді ауылдан шыққан қыз ретінде, мысалға бұл жерде қаланың ішінде бұндай қосымша оқу орталықтар бар. Ал ауылдық жерде ондай орталықтар жоқ. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына айта кететін жайт, мына мемлекеттік тарапынан берілген білімнің жеткілікті болмауы баланың грант оқуына түсе алмауына келеді. Яғни сол кезде не керек ата-анаға? Сол бала, мен өзім қанша жыл осы банк саласында жұмыс жасаймын, мысалға түйіндемесімен келеді. Түйіндемесінде ол тіпті жаңағы аграрлық университет бітірген, өзінің технолог. Ал бірақ өзі банкте жұмыс жасағысы келеді. Ол неліктен сол кезде технологқа жұмысқа кірді, жаңа оқуға түсті? Неге десеңіз, әке-шешесінің жаңа грантқа қайсысына түсесің, соған түстің. Әке-шешесінің оның жаңағы ақыл түрде оқыта алмайтындықтан олар сондай мамандықтар таңдайды. Жалпы мына ақылы университетке ата-ананың бірде-бір дайын болуы көптеген сұрақтарды жабады. Біріншіден, қаржылық тұрғыда жүйелі түрде ақшаны қамтамасыз ету мақсатында. Екіншісі, баланың өзінің сүйікті маман иесі болуына. Бізде мемлекет тарапынан бөлініп жатқан гранттың бірде-бір себебі ол сол мамандықты ие болып, сол мамандық аясында мемлекетке қызмет жасалу керек. Оның барлығы санаулы түрде келген нәрсе ғой. Одан кейінгі үшіншісі, мен бұл жерде ойлаймын, жаңағы неғұрлым ата-ана жаңағы саналы түрде жауапкершілікпен бала мектеп бітірген кезде қаржылық түрде қамтамасыз ететін болса, бұл жалпы қоғамдағы да үйдегі де сұрақты жабады деп ойлаймын. Сондықтан мына біздің Білім Лайф бағдарламасын жалпы халыққа жеткізгіміз келеді. Кез келген, ол сенің бүгіндегі қаржылық статусыңа, қаржылық мүмкіндігіне қарамайсың. 10 мың теңгеден, 20 мың теңгеден, 30 мың теңгеден жинай отырып айына сен кез келген университетті оқуын төлей аласың. Сондықтан жаңа Ильяс айтып кеткендей, бұл жердегі бірде-бір маңызды дүние, осы уақытқа шейін мүмкін грант саны көп болуы мүмкін. Бірақ болашақта біздің, Аллаға шүкір, Қазақстан елінде азаматтар саны көбеюде, бала саны көбеюде. Ол жақсы. Бірақ сонымен қатар статистикаға сүйенсек, уақыт өткен кезде гранттың саны төмендейді. Сол кезде кез келген көп балалы ата-ана, кез келген ауылдағы ата-ана баласына жоғарғы білімді қамтамасыз ету мүмкіндігін алдын ала ескерсе деген бізде сондай жақсы мақсатымыз бар. Әсел Жарасқалиқызы, сіздің сұрағыңызды жалғастыра келе, мысалы ата-аналар енді туылған балаға бір 16-17 жыл бойы қаражатын жинау керек, сонда олар қалай ойлайсыз, қандай валютада, қандай жаңа қазіргі бізде қандай құралдар бар
именно қаражат жинауға, өзінің балаларына болашақ оқуына, өзінің балаларының кез келген үлкен бір мақсаттарына жинақтау қандай құралдары бар деп ойлайсыз? Білім лайф бағдарламасы аясында теңге немесе ақш долларымен ақша жинау мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Бұл жерде кез келген ата-ана мысалға 1 жасына жаңа туған баласына 17 жасқа мектеп бітіргеннен ақша жинай алса, 20 мың теңгеден 20 мың теңге төлеуге болатын ақша ғой. Қазір 20 мың теңге мен кез келген ата-ана төлей алады деп ойлаймын. Жаңағы бұл жерде жай ғана төлеу емес, бұл жерде мақсатқа төлеу, баланың біліміне төлеу. Сол кезде мына 18-17 жасқа шейін баланың ақша жинап келген кезде ата-ана өзінің бір қомақты сомасын 4-5 миллион теңге жинайды. Білім лайф бағдарламасы аясында компания тарапынан инвестициялық табыс төленеді, және де мемлекет тарапынан мемлекеттік сыйақы төледі. Сонда 3 сома 20-25 миллион теңгеге жетіп қалады. Ол кез келген, тіпті Қазақстан түгіл, кез келген шетелге де жетуге мүмкіндік береді. Жалпы мына Білім лайф бағдарламасы тек қана бакалавр ғана емес, бұл жерде колледждар да бар, кәсіби техникалық колледждар, бұл жерде жоғарғы білім аясында бакалавр, тіпті магистратура, докторантура, Қазақстан аясында, шетел аясында оқу мүмкіндігі қамтамасыз етілген. Жайдан жай бұл жаңағы болашақта грант саны азаяды деп жайдан жай қазақ жанұясын далада қалдырмай, жан-жақтылық қамтамасыз ету, компания тарапынан табыс беру, мемлекет тарапынан осының барлығы жиынтық арқылы бірде-бір ата-анаға үлкен көмек. Кез келген баланың жақсы өзінің сүйіктісінің маманын болуға қамтамасыз ете отырып. Қосымша айтса, мына жаңағы айтып жатырмыз ғой, қазір біздің қоғам көтерілгеніне байланысты деңгейі көтерілді Қазақстан қоғамының. Ол мына оқу саласында қалай білінеді? Егер мына 10 жыл бұрын грантқа ғана түсу керек болса бала, қазір балалар таңдайды, мамандықты таңдайды. Соның көң соған енді өзінің таңдаған мамандығына грантқа түсе алмай, немесе ата-анасы айтып жатқан неге барып, соның көң ертеңіне оқымай кетіп қалатын балалар да бар. Сонда енді қаражат керек қой. Ал неге ондай болады? Қазір ақылы оқу деген ол немес, бұрынғыдай қауіпті емес. Оған енді бір дайындықтар жасалды, но негізінде әлі дайындық онша көп емес. Оны біз неге айтамыз? Біз де зерттеу жүргіземіз ғой. Қай мамандыққа қанша бала келеді, қанша грант сұраймыз. Соның кейін қанша бала түсті, қанша бітірген маман сол мамандықпен жұмыс істеп жүр. Сол зерттеулерді жасап отырамыз да, университеттер біздің мына министерствомызға жаңа қаржы ақпарат беріп отырамыз. Қанша маман бізге керек деп. Соған байланысты қазір айтсақ, көп балалар ақылы оқуға барғысы келеді өзінің таңдаған мамандығына. Соған енді дайындық жасау керек қой. Мына біздің енді бір бағдарламаны айтып кетсек, сіз айта бастадыңыз ғой, мына келешек бағдарламасын. Қаржылық орталықпен былтыр біз шартқа отырдық. Оның өзінің осы Білім лайф бағдарламасы ғой, сол компонент келешектің. Келешек 3 компоненттен тұрады. Бірінші жаңағы стартовый капитал деп айтамыз, жаңағы алғашқы жарнасы баланың білім беру аясындағы. Содан кейін екінші жаңағы компоненті ол Білім лайф бағдарламасы біздің компаниядағы. Үшінші компоненті ол ұлттық қордан ақша төлеуі. Осы 3 компонент қосыла отырып, сол жаңағы сіз дұрыс айтасыңыз, кәдімгідей қаражат жиналады. Жан-жақтылық. Соны мына әр біздің мына қазақстандық адамға жеткізу керек. Әр мына отбасына жеткізу керек. Дұрыс айтасыңыз, мына Астана, Алматыда енді ол көбінесе белгілі. Ал енді мына өңірлерде үйім халыққа жеткізу керек. Не десеңіз, сол регионнан деймін ғой, енді келген бала көп ондай нәрселерді білмейді. Ана ата-анасының айтқанымен несімен келді де бір мамандыққа келеді, ары қарай оқысы келмейді. Жаңа сіз статистика жөнінде айтып attыңыз, мына жалпы грантқа түскен балалардың өз таңдауы емес, әйтеуір грантқа бір жай түстім ғой, оқиын, осыны қандай болмаса қолымда диплом болсын, әкем дипломсыз қайтпа деген сондай бір мақсатпен келген балалар қаншалықты өзінің сол грантты білімін жалғастырады, біріншіден, екіншіден сол өзі бітірген кезде ол мамандық бойынша жұмыс жасамаса, жалпы біздің қоғамға ол қандай өзінің әсерін білдіреді? Әсері көп. Неге десеңіз, біріншіден жаңағы бала өзінің 4 жылын бітіреді, то есть 4 жылын жоғалтады. Өзіне ұнатпаған мамандықта оқып жүр.
ол оны және мемлекеттің грантын жейді ғой. Грантын жеп жатыр. Оның орнына басқа бала болу керек болған, маман болып шығатын. Содан кейін ары қарай қоғамға одан ешқандай пайда болмайды, ол бармайды ол мамандыққа. Біз ана статистика сонда біз кімді алдап жүрік деймін да, жалпы. Кімді алдап жүр, Ондайды сұрақ туады. Сондай көп мәселелер көтеріледі міне мына осындай. Мына мысалы Қаныш Сәтбаев университеті енді бізде жаңа айттым ғой, мемлекеттің негізгі қалаушы аясындағы үлкен мекеме. Мына экономикалық тұрғыда да, жаңағы дәріс тұрғыда да, мысалға қаншалықты мемлекеттік грант балалар бітірген кезде өзінің мамандығымен жұмыс жасамауы, жалпы мына орта жолда ол грантты тастап кетуі, одан басқа ол мамандықты игермеуі, ол біздің келесі уақытта, жаңа сіз айтыпсыз ғой, жыл сайын біз жаңа грантқа сан береміз, бізге мынандай грант керек деп. Сонда ол шығып жаңағы университет табалдырығынан шыққан балалар ол мамандықта жұмыс жасамаса, яғни біздің нарығымызда, қызмет нарығында ол мамандардың болмауы. Онда келесі жылда ол жаңа өз мамандығын алмағаннан кейін, ол салада жұмыс жасамағаннан кейін бізге қайтадан басқа мемлекет тарапынан жаңағы субсидиялық бюджеттегі ақша бөліне отырып, қайтадан жаңадан мамандық дайындауымыз қажет, солай ғой? Солай, осы бәрі байланысты ғой. Бірде-бір байланысы бар, Біз көп уақыт жоғалтамыз, қаражат жоғалтамыз, уақыт жоғалтамыз, Кейбір мамандықтар бар, аз бала баратын. Біз енді техникалық университетпіз ғой. Сіздер спецификалық тұрғыда мысалға аз, аз. Енді оған мүмкіндік, ана маман болатын баланы алуымыз керек қой. Ал көбінесе грантқа жай іліккеннен кейін ғана іздене бастайды. Ол оған келмейді. Осындай мәселе бізде техникалық университетте бұндай мәселе көп. Қазіргі уақытта негізі қандай мамандықты таңдайды көбінесе? Бұрын экономист пен юристтер болатын көбінесе. Бір мезгіл әлі де қазір тренд болып келе жатқан бұл ақпараттық технологиялар саласы. Соған енді грант та көп бөлінеді, бала да көп бөлінеді. Енді оның ішінен маман болғандар айтпаймен 100% маман болып кетеді деп. Ертең күні олар жұмыстарын таба ма екен, жұмыс орындары бәріне жеткілікті ме? Ана ақпараттық технологиялар саласында маман жетпейді деп қанша әрекеттер жасалып жатыр. Ал бізде мына 100 университеттің ішінен, наверное, 100-і шығаратын шығар ақпараттық технологиялар саласында. Неге жетіспейді? Неге десеңіздер, жаңағы келіп оқыған балалардың 30% бармай қалады. Не көтере алмайды. Статистикалық тұрғыда мемлекеттік грантта оқыған азаматтың ары қарай өзінің сол кәсіби маман аясында өзінің жұмысын жалғастыруы бірде-бір мүмкін емес дейсіз ғой. Яғни ол сүйікті жұмыс емес, ол салада жұмыс жасағысы келмейді. Және де ол өзінің сүйікті мамандығы болмағандықтан тіпті оқу аясында оның үлгерімі де төмендеу болуы мүмкін. Оның сабаққа қатысуы, сабақты тыңдауы, ол да төмен болу керек. Яғни сонда бір жағын айтқан кезде білімі төмен мамандардың бүгінгі таңда шығарылуы, ол не нарыққа керек емес, не өзіне керек емес. Сонда біз кімді алдап жүр деген тағы да сұрақ туындайды. Сондықтан әр ата-ана өзінің баласына болашақ біліміне деген қаражатты қазірден бастап жинап қою керек деп ойлаймын. Егер ол грантқа түскен жағдайда, ол қаражатты маған мысалы әке-шешем бүйтетін. Егер грантқа түссең, бұл қаражатты саған машина алып береміз. Ол да бір жақсы мотивация болатын. Сол сияқты мысалы ол жинап қойған қаражатын басқа мақсатына жұмсауы мүмкін, немесе іні қарындастарына беруі мүмкін. Тағы бір мүмкіндік туады. Мына кейбір мамандықтарда грант бөлінбейді ғой. Финанс жағында қазіргі шығып жатқан бір мамандықтар бар, заманауи. Ол жерге әлі грант бөлінбейтіндер. Соған барғысы келеді, талаптанады бала. Содан кейін оны қалтырады, магистратураға барғанда түсем деп. Сонда маман болу үшін 4 жылын босқа жібереді. Мына заман енді өзгеріп жатқан заман ғой. Бұл Қазақстанға ғана байланысты емес. Шет елдерге де байланысты, сол жаққа шыққысы келеді. Мүмкіндік жоқ болып қалады. Мен жалпы ойлаймын, заманауи талаптарға сай балалар тез оқып, тез білім алып, тез бұның бәрін ақшаға айналдырғысы келеді. Яғни 4 жылдық дипломы қолына алған кезде
дұрысынан алсын деген ниет қой. Иә, нақты өзінің бұл жерде мен жаңа iPlus компаниясы маманын тыңдай отырып мен бірін түсінгенім, әке шеше мен бала арасындағы еркін әңгіме, баланы методологиялық тұрғыда коучингтік сұрақтар арқылы нақты оның арман мақсатын талдау, және бүгіндегі оның компетенцияларымен санай отырып, соның баланың ол мүмкіндіктер шынымен солай ма, солай емес пе, әлде басқа бағытта бақтау керек пе. Одан кейін барып қаржылық тұрғыда оны жүйелі түрде ақша жинай отырып, нақты баланың өзінің сүйікті, мен осы маманның иесі болып жаңағы аттың құлағында ойнайтындай бір нақты еліміз өзіне табыс әкелетін, елімізге табыс әкелетін, жалпы біздің мемлекетіміздің даму аясындағы өзінің үлесін қосатындай мықты маман болу үшін бірде-бір ата-ананың қаржыл тұрғыда бала мектеп бітірген кезде, ол салп етіп мектепке бітірген кезде аспаннан түспейді ғой, көз алдыңда жүреді кішкентай кезінен бастап. Сол кішкентай кезінен бастап балаға деген махаббатты, оның жоғарғы білімін дұрыс қамтамасыз аясында ақша жинай отырып, осы Білім Лайф бағдарламасын қолданып, мемлекет тарапынан беріліп отырған келешек бағдарламасын жан-жақтылығын қолдана отырып, осылай әр ата-ана өз тарапынан жауапкершілік ала отырып, сатылы түрде осы жоғарғы білімді ақылы түрде болса, соған дайындықпен келсе екен деген біздің осындай жақсы арман мақсаттарымыз бар. Иә, және келешек бағдарламасы бойынша қазір Қазақстанда көп жоғарғы оқу орындар белгілі бір жеңілдіктер береді екен, иә? Раиса Қабиқызы, сол жөнінде айта кетсеңіз. Иә, бұл келешек бағдарламасының тарабында біз ана шарт қойғанда көп жеңілдіктер беріледі. 50%-қа дейін. Бәрі шарттарын айтпай қойса да болады ғой, ол белгілі, сіз де айтып жатырсыңыз. Мына ата-анасы жоқ балаларға, оларды енді кім қамтамастырады, ары қарай кім олар туралы қамқор жасайды? Бұл сонда университет тарапынан берілетін ғой, нақты мысалға Білім Лайф бағдарламасы аясында түсінікті жаңағы 5% немесе 7% берілуі баланың санатына байланысты, нақты. Ал сіз тарапынан мысалға сіздермен біз білеміз, оқу аясында қосымша келешек бағдарламасына басқа мемлекет тарапынан немесе университет тарапынан қандай артықшылықтар бар? Университет тарапынан да артықшылықтар көп. Біз мына жаңа ата-анасы жоқ балаларға 50%-қа дейін не жасаймыз? Оқу ақысына жеңілдік берілу. Қандай керемет. Соның көйін көп балалы жанұяларына 30%-қа дейін беріледі. Ал ерекше балаларға бар ма? Ерекше балаларға қазір жеңілдіктер бар, жеңілдіктер бар, тағы да мектеп жаңа университеттің құнының жеңілдігінен басқа қандай да қосымша жеңілдіктер бар мысалға? Олардың шәкіртақысы, стипендиясы жоғары болуы мүмкіндігі ондай бар ма? Ондай да бар. Мына университеттің өзінің атаған стипендиялары бар ондай балаларға. Ондай жеңілдіктер көп университетте. Керемет. Сонда Білім Лайф бағдарламасы аясында бұл жаңа келешек бағдарламасының 3 компонентін жинай отырып, жаңағы бастапқы жарна капиталын алып, Білім Лайф бағдарламасы аясында ақшасын жинап, ол ақшаға жаңағы инвестициялық табыс алып, ол ақшаға жылдық мемлекеттік сыйақы алып, және ұлттық қордан ақшаны қоса отырып, сол жинаған ақша онда тіпті тек магистратура емес, бакалавр емес, магистратурада жетеді ғой. Сонда ол ақшаны бөліп ары қарай қолданса да болады. Ал егер өзі грантпен оқып жаңағы жеңілдіктерді қолданып нетсе, ары қарай мына үй мәселесін шешуге де мүмкіндік береді жас маманға. Білім Лайф бағдарламасы аясында жиналған ақша, жаңа өзіңіз атап кеткендей, бұл ары қарай егер мысалға бала магистратура, докторантурада оқимесе, Қазақстанда, шетелде соған қолдануға болады, және де артынан еріп келе жатқан іні-сіңлілері болса, соған оларға аударуға. Одан басқа егер іні-сіңлілерінің өзің жиналған ақшасы Білім Лайф өз бағдарламасы болса, әрине әр балаға, әр иінге, әр балаға бір бағдарлама ашылуы қажет. Солардың бәрін толықтырып, басқа бала сол жанұядағы бала оқи ма? Немесе егер сол ахуалдық жағдайлар барлығы түгел болса, сол ақшаны болашақта үй алу мәселесіне де қолдану мүмкіндігі бар. Сонда бұл жерде ешкім ұтылмайтын болып тұр ғой. Бір сөзбен айтқан кезде. Бала да өзінің маман иесі, әке-шеше де дайындықпен келеді, мемлекет тарапынан да көмектер бар. Нарығымызға, мына еңбек нарығына нақты мықты мамандардың келуі, осының бәрі жан-жақтылық өте мықты бағдарлама деп ойлаймын. Сондықтан ата-аналар құрметті, ертеңге қалдырмай балаларыңыздың
дербес шотын ашып Халық Лайф компаниясына звондап 7120 арқылы хабарларыңызды алып, Қазақстан бойынша 20 біздің филиалымызға барып өзіңіздің нақты ақпаратыңызды алсаңыз болады. Және де Қазақстан бойынша 3000-ге жуық біздің сақтандыру агенттері бар. Солар арқылы ақпарат алып, кез келген уақытта, кез келген жерде өзіңіздің сақтандыру полисін ашу мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан әзірден бастап осы мүмкіндіктерден құр қалмаңыздар. Естіп жатсыздар қандай жан-жақтылығы бар бұл бағдарламаның. Нұржауған, менде сізге бір сұрағым бар еді. Сіздерде бір статистика бар ма? Мысалы, қанша оқушы мына жаңағы сіздің орталықтар сияқты орталықтарға барып қосымша білім алғаннан кейін қанша пайызы жаңа грантқа түсетіндері бойынша? Жалпы толықтай Қазақстанда қанша оқушы қосымша білім беру орталықтарына баратындығы жөнінде нақты статистикалық ақпарат жоқ менде, бірақ бізге келетін білім алатын оқушылардың қанша пайызы грантқа түседі деген бойынша, мысалы, көбінесе жаңа сіздер айтып отқандай, мысалы біздің мамандар көмектескен кезде балалар грантқа 4 университет таңдайды ғой. 4 университет таңдағанда, жаңа Раиса апай айтқандай, балалар мен грантқа осы мамандыққа түсем деп баруы мүмкін де, ол жердегі пороговый балл мысалы 120 болуы мүмкін. Жоғары, иә? Иә, жоғары болуы мүмкін. Мысалы, даже тіпті ағылшын тілі пәнінің мұғалімдерінің өзі өткен жылы минималды балл 121 болды. Демек, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болу үшін де балаға одан жоғары балл жинау керек те грантта оқу үшін. Сол үшін балалар бірінші өзінің қалаған мамандықтарын таңдап бастағанда, соңында міндетті түрде 4-ші университет ретінде қалай болса да балымен түсіп кетем-ау деген мамандықты таңдап көрсетсе, содан кейін бастапқы өз қалаған 3 мамандыққа емес, соңында болмай қалған жағдайда деген мамандыққа түседі. Сосын грантқа барғанда сол мамандықпен барып оқи береді бала. Сол себептен де мүмкін грантқа түсетін оқушылардың саны пайызы жоғары. Бірақ олардың қанша пайызы өз қалаған мамандығында оқып жатыр деген нәрсе кішкене сұрақ тудырады да. Белгісіз болады. Иә, сол себептен де біз балалармен жұмыс жасаған кезде барынша сен өзің қалап тұрсың ба осы мамандықты, өзің оқығың келе ме осы мамандықты деген бойынша жұмыс жасаймыз. Жаңа сіздердің айтып отқандарыңыз, осы бағдарлама негізінде өте білім лайф бағдарламасы өте жақсы бағдарлама екенде, не себепті? Өйткені бала өз қалаған мамандығына пороговый балл жинап тұрып, басқа мамандыққа кетіп қалуы, ол менің ойымша баланың болашақта өз мамандығын сүйіп жасауын, басқа адамдарға өз құлшынысымен көмек беруіне, қызмет етуіне көмек беретін сияқты. Өте дұрыс. Сол ғой, барлығы содан басталады. Біз неліктен бүгінгі подкастты осы жоғарғы білім аясында, тіпті мектеп аясындағы даярлық, мектептен дейінгі даярлық аясында айтып отқан себебіміздің бірде-бір бұл актуалды сұрақ. Кез келген бала грантты таңдаған кезде әйтеуір грантта оқысам емес, сол мамандықтың дөп иесі болуына. Одан кейін барып жалпы өмірлік статистика, бұны көптеген жаңа Bloomberg компаниясының статистика бойынша мына кез келген өзінің нақты мамандығын таңдап, сол мамандықты сүйіп, сол мамандық аясында құлшына қызмет ететін азаматтың жаңағы приоритет түрде табатын табысы жоғары болады екен. Сондықтан жаңағы бұл жерде біз мен ойлаймын, жалпы ана ретінде ең бірінші, екінші осы Халық Лайф компаниясының қызметшісі ретінде менің бірде-бір ойлайтыным, бұл кез келген ата-ананың балаға білім беру аясындағы алған білімінің соңында монетизация бар екенін білу. Мысалға, неғұрлым бала сапалы білім алса, неғұрлым бала өз мамандығында оқыса, неғұрлым бала сол мамандықтың құлшынысында, мотивациясында сол білім, сол мамандық болса, соғұрлым ең соңында оның жаңа ақша табу, жаңағы өзін қамтамасыз ету, бауырларын қамтамасыз ету, әке-шешесін, өз жанұясын қамтамасыз ету бірде-бір соған әкеледі. Бүгін таңда грантта оқып бітіріп, бірақ өз факультеті немесе өз специализация аясында жұмысын таппай жүрген азаматтар бар. Ол жұмыстың жоқтығы емес, сол салада жұмыс жасағысы келмеуінде. Сондықтан жаңағы қазақта айтады ғой, екі қолға бір күрек табылады дейді. Соң кез келген жұмыста жүреді. Мысалға, қара жұмыста да қолында дипломмен жүрген азаматтар қанша. Сондықтан
диплом ол жай ғана статус емес, ол білім. Сол білім арқылы болашақта өзіңнің құндылығыңды арттыра отырып, жанұяңды, өзіңді сапалы түрде жан-жақты қамтамасыз ету құралы деп айтсам сол дұрыс шығар деп ойлаймын. Сонда жан-жақтылық бар бұл жерде. Иә, дұрыс айтасыңыз. Бұл жалпы өзінің ғана қарапайым өзінің басына ғана емес, бұл мынау біздің Қазақстан мемлекетіміздің экономикасына керек нәрсе ғой. Егер біз маманды дайындап жатып, ол мамандарды қолдана алмасақ, ол мамандардан ешқандай болашақта пайда болмаса, мына қазақ халқына, үкіметімізге, Қазақстанымызға, онда біздің мына жоғары оқуларына бұл өте қауіпті. Иә, өте қауіпті. Сондықтан бізге біздің талапымыз мамандығын таңдап келген бала керек. Сізде мен ойлаймын, бұл жерде баланың әртүрлі деңгейі ғой. Жаңа мектепке дейінгі деңгей, мектептегі деңгей. Сонда бізде Қазақстан еліндегі баланың әр статусында баланың сапалы түрде деңгейінің сәйкес келуі. Яғни мектепке дейінгі даярлық, мектептің жаңағы бастауыш сынып аясында, одан кейін орташа сынып аясында, одан кейін жаңа мектеп бітіру сынып, жоғарғы сыныптар аясында әр баланың статус түрде жан-жақты білімінің сапалы болуы. Иә, солай болып тұр ғой. Сол кезде бала сапалы, саналы түрде университетке келеді. Сонда бала жаңағы жоғарғы білім ала отырып, спецификалық тұрғыда, мысалы техникалық маман иесі болуына дайындылығы, иә? Дұрыс айтасыз. Иә, сонда мұнда бір сұрақ туындайды. Мысалы, менде бәріміз енді бір ата-анамыз, иә, менде де балаларым өсіп жатыр, мектепте оқып жатқан. Бірақ енді болашақ оның мамандығын қалай таңдауға болады? Қандай бір пікір білдіресіз? Яғни мен қазір өсіп жатқан балам түсінбеймін әлі, ол қайда баратынын. Кішкентай кезінде полицейский болам деген, қазір футболшы болам дейді, спортсмен болам дейді. Бірақ мен оған жоқ, сен математиканы жақсы біл, ағылшын тілін оқы деп қайта-қайта қоймаймын ше. Сонда оның мысалы енді әрине университеттерге ана жаңағы қосымша оқу білім беру орталықтарына да жаңағы бала өзінің мақсатын, өзінің болашақ мамандығын біліп келген өте ыңғайлы, күшті, жақсы, иә. Бірақ ата-анаға қандай кеңес берер едіңіз, иә, не істеу керек екен бізге мысалы? Ол енді мына нақты анықтау, мына мектеп саласында баланың мамандығын енді 90%-ке, 80%-ке анықтауға болады. Енді ары қарай бір 20-30% ол әлгі свободный неге қалдыруға да болады. Коррекция. Но бала мына мектепте жүргенде I+қа барғанда, I+та отырған жадымызда белгілі болады баланың өзінің талабы. Сол талабын ата-ана да көру керек, оны білу керек. Ана барам деген жеріне апарып үйрету керек. Мен жаңа айттым ғой, бізде программированиядан ашқан, робототехникадан ашқан нелер көп бізде. Сол жерге келгенде белгілі болады бала мынау несі бар ма, оның талабы. Олар бала шағынан дейді ғой, сол сияқты. Соның кейін ары қарай айтқанда, бұл қауіпті емес, егер бакалаврда онша дұрыс емес таңдаса. Ары қарай қазіргі заманда бір мамандықпен отырған адам аз, 1-2 мамандық, қазір әлгі междисциплинарность деген бар ғой. Ол мына бір мамандықта оқып жүріп, екінші мамандықты қосымша алуға мүмкіндігі бар. Сол жерде мына сіздердің жаңа айтып жатқан бағдарлама көмектеседі. Неге десеңіз, магистратура көбінесе грантқа барады. А қазір магистратура мына 1 жылдық, 1,5 жылдық ашылып жатыр, ақылы. Ал жаңа, допустим, ол бітірсе, экономист болып бітірсе, ал ICT саласына бар, ақпараттық технологиялар елдің бәріне қазір керек. Сол екінші оқуға магистратурада басқа неге бара алады. Сондықтан жаңа таңдау деген адам өзгеріп отырған заман ғой қазір. Сондықтан ол бала өзгереді. Но мына білімде бір сапалы білім берілу керек. Жүйелі білім берілу керек. Сонда түгелімен сіз енді мына білімді, жоғары білімді алып жатқанда уже белгілі болады. Ол тура өзі маман келді ме? Но көбінесе мен айтып отырмын ғой жаңағы біздің статистикадан 70% өзінің мамандығымен істейді балалар.
ары қарай енді свободный неге қалатын да балалар бар. Бізде жалпы орта мектепте профориентологтар бөлек бар ма? Әлде ол жеке мамандық ретінде ақылы түрде Бар. ғана бар ма? Жоқ, бар ғой. Мектептерде де бар ма екен? мысалға мектептерде ол бар. Бар, Мысалға менің иә. ұлым 12-ші сынып бітіріп жатыр биыл Назарбаев мектебінде. Бізде өзіміздің профориентологымыз бар. Ол мен өзім жеке біз кеңеске бардық. Қосымша ол кеңеске бардық. Енді мен заманауи өзім азамат болғаннан кейін, өзім оқу үстінде болғаннан кейін ол мен. Бірақ ауылда ондай профориентолог маман бізге сол керек. Ауылда болу керек. Мына кішкене қаладан алшақ жерде болу керек. Қалада мына неліктен мына бүгіндегі урбанизация аясында кез келген ата баласына білім қуып қаладан қалаға көшіп келіп жатыр. Неге десең, қаланың ішінде кез келген атана, еңбек еткен кез келген атана баласына қосымша білім алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Бірақ бұл жерде мына ауылдағы азамат сол өзінің баласының дөп мамандығын таңдай отырып, дұрыс бағытта дайындалуы ол өте маңызды деп ойлаймын. Сондықтан жалпы мына онлайн профориентолог арқылы консультация кеңес алуға болады, иә. Сондай сол бағытта біздің жалпы мемлекет дамыса деген ойлаймын. Бұл жерде екі адам да ұтады да. 3 адам ұтады, мемлекет ұтады, бала ұтады, ата-ана ұтады. Бұл жерде бізде мына win-win деген қазір заманауи бар ғой, win-win. Ты победил, я победил. Сол сияқты мемлекет те ұту керек, бала да ұту керек, ата-ана да ұту керек. Мына баланың білім аясындағы өзінің мамандығын таңдауға немқұрайлы қарамау керек. Ата-ана да оған немқұрайлы қарамау керек, бала да оған немқұрайлы қарамау керек. Егер баланың аясында, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, иә, мына Ильястың баласы аясында балалар жаңа заманауи талаптарға сай, трендтарға сай олардың талаптары ауысып отырады. Бірақ негізгі бағыт ауыспау керек та, сапалы түрде, сатылы өсіп отырған кезде бала өзінің мамандығын таңдап отырады. Бірақ жүйелі білім болуы керек. Соған қарамастан бұл жан-жақтылық, ата-ана қаржылық тұрғыда дайын болу керек. Бала өз мамандығын таңдап, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 4-ші мамандық, осы балмен мен точно түсіп кетем деп 4-ші балды таңдайды. Содан кейін 60% соған 4-ші мамандық, 4-ші таңдалған университетке түседі. Сонда ол қалай болғанда ақса? Сонда ол өзінің мамандығы бойынша оқымайды деген сөз, иә. Ал егер сол жерде ата-ананың қаржылық қабілеттілігіне дайын болған кезде, бала оған қарамайды. Мына бала әке-шешеге қарайды. Мына әке-шешем қалай болар екен? Оларға кез келген ақылды бала, бүгінгі балалар көп ақылды ғой. Ақылды бала қарайды, мен әке-шешем жағдайы қалай? Бұларға салмақ салмасам екен деген ой болады да. Сондықтан жаңа қай жерге түсті, соған кете барады. Сол кезде мына жаңа сіз айтып отырсыз ғой, магистратура аясында оқысын деп. Магистратура аясында мен де оған келсем, бірақ менде мынандай бір қосымша, енді мен педагог емеспін ғой, бірақ мен мына қаржыгер ретінде айтатыным, қисынды түрде егер екі мамандық бір-біріне жақын келген жағдайда оқыса дұрыс деп ойлаймын. Ал егер бала агрономдық оқып келіп, одан кейін қалай қаржылыққа барады? Магистратура дегеніміз ол бакалавриаттан кейінгі статус. Яғни ол жерде жаңа сатылы түрде ғой, бастауыш сынып, орта сынып, үлкен сынып, одан кейін университеттің бакалавры, магистратура деген ол одан жоғарғы этап. Сол кезде екі мамандықтың қисындылығы бір-біріне сәйкес келсе, магистратура аясында оны алып кету өте оңай. Ал егер бұл мына жерде мысалға технолог болып, мына жерде мысалға бухучет менеджментқа келсе, ол өте қиын. Неге десеңіз, базалық білім ол төменде университет аясында беріліп кетеді. Сондықтан соны да ойлау керек та, мысалға жаңағы екінші көп бала солай ойлайды, мен қазір қайсысына түстім, соны оқи берейін, бірақ мен магистратурада қуып жетем деп. Бірақ мына 4 жылдық бакалавриаттың берілетін негізгі базалық тұрғыдағы мына білімін көбіне ескермей жатады. Сондықтан кез келген мамандықтың базалық тұрғыда түбірі ол бакалавриатта деп ойлаймын. Енді мен мұғалім емеспін, бірақ сіз егер қате болса айтып кеттіңіз. Сондықтан бакалавриатқа көп көңіл бөлу керек. Кез келген ата баланың жоғарғы оқуына бірінші сатыда түскен кезде дайын болу қажет деп ойлаймын мен. Дұрыс айтасыңыз, иә, ол жаңағы магистратурада оқып кетуге болады деген, ондай да мүмкіндік болады, ол баланың талантына байланысты. Негізінде дұрыс айтасыңыз, ол бакалавр, сол негізі, ол жаңа былай ғой сонда, фундамент қой, фундамент ол мектеп, үй салған кезде нақты фундамент ол мектеп. Мектептің үстіндегі қаланған жан-жағында қаңқасы ол бакалавриат, ол магистратурасы барлығы ол үстіндегілер ғой. Сондықтан мына пікіріңіз басында айтылған маған ұнайды. Мына қаржылық тәуелсіздік болса адамда, ол басында
сол негізді дұрыс қалайды. өзі таңдайды. Ана көп басынан балалар дұрыс жолға жүреді дейсіз ғой. иә, жаңағы ауылдан келген балалар ана ата-анамның үмітін ақтаймын, қаражаты Ақшалай, жетпейді, ақшалай деп сол жаңағы қай жерге грантқа түсе алады, сол жерде жаңағы мүмкіндік береді деп отырсыңыз ғой. Ай плюс береді ондай мүмкіндікті жаңағы 4-ші неге түсуге. Сол мүмкіндікке барады да бала. Сөйтіп сол бакалаврмен кетеді де өзіне ұнамайды. Ал егер жаңа қаржылық тәуелсіздігі бар болып тұрса баланың, ата-анасымен бірге жеткен мына, онда ол дұрыс таңдау жасайды. Мемлекет тарапынан бір статистика бар ма? Мынандай салада мынандай жаңағы мамандар жетіспей жатыр, немесе мынандай салада мамандар тым көп дегендей. Ондай статистика бар. Ондай статистикасын жылда жасайды. Біз мына жоғары оқудан біз инфокарта дейміз. Оны біз министерстводан, жаңағы қаржы министерствосынан алынады ондай нелер. Сонымен санап келіп, қанша грант бөлінетінін де санайды ғой. Ол грантты байланысты жаңағы қанша маман керек биыл соған байланысты. Соған байланысты және өңірлерге байланысты бар ма? Мысалы мен Қарағандыда тұрған бір отбасы болсам, немесе Қызылорда қаласында тұрған отбасы болсам, ол именно сол өңірде қандай мамандық керек екеніне байланысты әке-шешесі сөйтіп баласын ертең күні жаңағы профориентологқа барып, дұрыс оны біледі. Ол мысалы мұнай саласын таңдаған болса, технолог, бізде ондай нені өзіміз зерттеу жүргізіп санап отырамыз. Қай мамандығымыз біздің қалай дамытуымыз керек. Ондай дайындық бар. Осы жерде қосымша айтып өтсем, бізде Ай плюс білім беру орталығында осы жылы ауылдық жерлердегі оқушыларға арнап олимпиада өткізген болатын. Және де 1500 бала сол олимпиададан жақсы балл жинаған оқушылар біздің орталықта онлайн тегін білім алуға мүмкіндіктері болды. Енді бұл жердегі тағы бір момент, ол жаңа сіздер айтып отқандай қаржылық сауаттылықтың болмауы бар, және де балалардың өздерінің алға қойған мақсаттары жоқ болуы. Сол себептен ұмтылмауы да. Тегін берілген білім болғандықтан 1500 баланың қазір 1000-ға жуығы ғана білім алып жатыр да. Мысалы, основной негізгі ұбт-ға 1-1,5 ай уақыт қалды ғой. Соңына дейін жеткізбейді. Тегін білімнің өзін соңына дейін жеткізбейді. Мен бір статистика оқыған, бір кітапта да былай жазылыпты ол жерде. Білім дейді, білім әр уақытта ақыл болу керек дейді. Ақылды білімнің сапалылығы жоғарыдан басқа, сыйымдылығы басқа дейді. Бізде мына көп нәрсеге, сатып алған нәрсеге құндылық береміз ғой. Ол кез келген нәрсе, білім болсын, киім болсын, біз оған құндылық берген кезде ғана ол құнды. Сондықтан жаңа тегін ұтып ала тұрып, 1000 бала ұтып алып тұр, бүгінде 1000-ға ғана, сонда 30%, қазір оқымай 70% ғана оқып жүр ғой. Жалпы енді Паретто заңын ешкім бүгінгі кері қайтара алмаған сияқты. Сондықтан жалпы мен өте қуаныштымын, осындай мүмкіндіктер бар екен. Сондықтан жалпы білім керек. Білімге қатысты жаңағы баланың қоғамдағы орны, тіпті бірінші біз жанұядағы орнымызды біле отырып, қоғамдағы өзіміздің орнымызды анықтаймыз ғой. Қоғамдағы орнымыз біздің кәсіби орнымыз, біздің кәсіби мамандығы ретіндегі өзінің роліміз, орнымыз. Сондықтан барлығы білімнен басталады. Білім неғұрлым сапалы, неғұрлым жаңа саналы түрде баланың ішкі мотивация, сыртқы мотивациямен сәйкес келген жағдайда қана бұның барлығы толықтырылады жан-жақты. Сондықтан ақылы білім беруден қорықпай, әзірден бастап мына мысалға менің балам да қазір ұбт-ға дайындалып жатырмыз, 12-ші сынып. Мысалға психологиялық жағдайда бүгінгі таңда өте қынжылтады. Неге десеңіз, бала да, ата-ана да, ана бала ұбт тапсырайын деп жүреді, әке-шешесі бірге солармен тапсыратын сияқты уайымдап жүреді таңертең кешке. Бұл стресс. Ал егер қаржылық тұрғыда дайындықпен келсе, ешкім стресста болмайды. Әке-шеше де ол жерде стресс емес, ол жерде жаңағы үстіндегі қысым емес, айтады: балам, сен мүмкіндігінше тырыс, ары қарай көреміз. Алсаң керемет. Жаңағы мотивациялық тұрғыда ол ақшаға ертең жаңағы магистратураға барасың. Ала алмасаң, міне ақша бар, жиналып тұр. Оқисың, қалаған маман оқисың. Ол жерде баланың іс-әрекеті де, баланың оған деген мотивациясы да, құлшынуы да басқа болады деп ойлаймын. Жалпы ұбт-ға дайындығы да басқа болады деп ойлаймын.
ол біріншіден деп айтса болады, мына ақыл оқу деген тәрбие береді. Неге десеңіз, бос жатқан ештеңке жоқ қой бұл адамның өмірінде. Бәрі ақылы аяғында келіп, ақылы болу ақша ғана емес. Оның құны бар, жаңа сіз айтып жатқандай. Барлық нәрсенің құны бар өзінің. Сондықтан бала кішігінен білу керек оны. Ал енді мүмкіндіктерін де білу керек өзінің. Ол мүмкіндікке қалай жетуін де білу керек. Сондықтан мына бағдарламалар, мен ойлаймын, бір шетінен тәрбие береді біздің қоғамға. Және жүйелі түрде жүру береді. Жүйелі түрде дамуына жүруге мүмкіндік береді. Сондықтан бұл біздің қоғамымыздың деңгейін көрсетеді. Жаңа күліп жүрген себебім, мен енді қаржылық сауаттылықты бергеннен кейін мен бірде-бір күліп жүрген себебім, біздің Қазақстанда, қазақстандықтарда, оның ішінде қазақи қауымда өкінішке орай қаржылық сауаттылық аясындағы ақша жинау мәдениеті төмен. Бұл бағдарлама біздер несие төлей аламыз да, ақша жинай алмаймыз. Ал бұл бағдарламада, егер жаңа Білім Лайф бағдарламасы аясында сақтандыру полисін ашқан кезде, бұл жерде енді тек қана жаңағы ақша жинау ғана емес қой, баланың болашағы және жаңа ата-ананың сақтандырылуы, бұл жерде көптеген осыдан бұрынғы болған подкасттарда бұның бәрін кеңірек айттық. Бүгін жалпы қазақ тілінде сөйлейік деп ойладым. Бұл жердегі ең негізгі полис аясында сен алдыңа шарт береді. Сол шарттың аясында ай сайын сол ақшаны төлеп отыруың керек та. Сол жүйелі түрде іс-әрекет, тәрбие. Жүйелі тәрбие, қаржылық сауаттылық мәдениеті деп айтсам болады. Сонда осы аясында, осы Білім Лайф бағдарламасында бұның бәрі жан-жақты қамтамасыз еткен. Сонда жаңағы келешек бағдарламасы 3 компоненті, Білім Лайф бағдарламасы аясында 3 жерден ақшаны толықтыра алу, жаңа табыс мүмкіндігін қарастыру, және де сол аясында ата-ананың біреуі сақтандырылады. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой қазақта. Бізде мысалға өкінішке орай бізде бір кейс бар. Ата-ана баласының өзінің өмірін сақтандырып отырып, баласына сақтандыру полисін ашып, өмірден өтіп кетті өкінішке орай. Былтыр бізде сондай бір кейс болды. Бүгінгі таңда ол баланың жоғарғы білімін ары қарай алуын біз сақтандыру компания өз мойнымызға алдық. Қандай керемет. Мына ата-ананың саналы түрде жауапкершілік ала отырып, сақтандыру полисін ашып, ай сайын сол ақшаны жинап отыруы, ол максималды түрде жаңа санаулы әрекет деп айтсам болады. Санаулы әрекет дегеніміз тіпті санаулы тәуекел деп айтсақ болады. Рассчитанный риск дейді орысша айтқан кезде. Сонда сен бұл жерде барлық жайда әке-шеше өледі деген жағдайда емес, или олар жаңа бірінші, екінші деңгейлі мүгедек болады деген жағдай емес. Бұл жерде Алла біледі, таңертең тұрған кезде біз кешке дейін боламыз ба, болмаймыз ба, Сондықтан сен саналы түрде үлкен ересек азаматтың жауапкершілігін ала отырып, өз өміріңді сақтандыра отырып балаға полис ашқан кезде, бала ата-ана бар кезде де, ата-ана жоқ кезде де сол жоғарғы білімін алуға мүмкіндік береді. Жоғарғы білім дегеніміз не? Жоғарғы білім дегеніміз жаңағы бұның маман ретінде ертеңгі құны. Сол құн арқылы өзінің сапалы өміріне келуі. Мен бұл бағдарламаны өзім өте жақсы көремін, сондықтан рахаттанып түсіндіргім келіп отыр. Енді бірде-бір біздің айтатынымыз, ата-аналар әрекетке көшейік, мүмкіндігінше жеткізуге тырыстық. Ең маңыздысы осы 71-23 нөміріне хабарласып, осы бағдарламаны өз балаңыздың жасы аясында санатып, өз өмірлеріңізді сақтандырып, осы келешек мемлекеттік бағдарламаны жан-жақты қолданып, балаңыздың жоғарғы сапалы білім алуын қамтамасыз етіңіз. Жаңа сіздер айттыңыздар ғой, қаражат жинау ол өзінің мәдениеті бар деп. Соған қоса өткім келгені, біздің орталықта балалардың сыртқы мотивациясын көтеру мақсатында өздеріне арнайы валюта бар. iBucks деген валюта, ішкі компанияның валютасы. Бала тесттерді дұрыс орындаған үшін, үй жұмысын дұрыс орындаған үшін өздері ақша ретінде алып отырады iBucks-тарды. Және балалар сырттан бақылаған кезде балалардың да қаржылық сауаттылығына кішкене үлес қосып жатқанымызды біз де байқаймыз да. Себебі кейбір оқушылар болады, сол iBucks-тың өзін қасындағы досы, мысалы 10 iBucks жинады, содан кейін 10 iBucks-қа сникерс сатып алды. Ал бір балалар болады, сол iBucks-ты жинайды. Ата-анасына, қарындасына сыйлық, ойыншық сатып алатын балалар болады. Бір кейс, бізде бір оқушы болды, 5-ші сыныпта 3200 iBucks-қа дейін жинап, телефон сатып алған.
біздің айшоптан телефон сатып алған оқушы. Және де балаларда компетишн жоғары болады ғой, бір-бірімен жарысады балалар. Бір-біріне қарап, менің досым жинап жатыр екен, мен де жинаймын деген бар да балаларда. Бұл да кішкентай кезінен бастап балаларды ересектерді үйрету кішкене қиындау ғой. Сол себептен балаларды кішкентай кездерінен бастап қаржылық сауаттылыққа тәрбиелесек, ол да болашағымыз үшін үлкен үлес болатын еді деп ойлаймын. Керемет, жақсы. Керемет. Әртүрлі балалар бар ғой, кейбіреулері жаңағы өзінің қазіргі қажеттілігін тапқан 100 теңгесі құндырақ дейсің, басқа біреудің 100 теңгесіне қарағанда. Кейбір балалар қазіргі қажеттілігін талап етеді де, өзіне бір тәтті бір нәрсе алып алады. Кейбіреулері белгі бір өзіне бір мақсат қояды, сол мақсатқа жетіп құнды бір нәрсесін, затын алып алады. Яғни бұл мәселе бір мақалды еске түсіреді: ұяда не көресің, ұшқанда соны ілерсің дегенде. Яғни отбасында оған белгілі бір құнды тәрбие бергенді айтады деп ойлаймын. Ұя енді жалпы ұя деп біз бұның қосымша орталығы, мектебі, оның оқыған университеті барлығы ұя ғой. Сондықтан сол ұялардың сапалы болуы өте маңызды деп ойлаймын. Енді бүгін біздің подкастымыздың түйіндемесі барлық ата-аналарымызға айтарымыз: қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында, болашақ балаларына біліміне қаржы жинау өте маңызды мәселе деп ойлаймыз. Және одан басқа өзінің баласының жаңағы болашақ мамандығын таңдай отырып, оны кішкентай кезінен даярлау өте маңызды екендігін түсіндік. Және де оған бүгінгі таңда бізде көп құралдар бар. Ақша жинауда да, баланы даярлауда да қосымша мекемелер бар, мектебіміз бар, одан басқа қосымша орталықтарымыз бар. Сондықтан болашақ оқу орнына, жоғарғы оқу орнына максимал тұрғыда әр отбасымыз, әр ата-анамыз даярланып келу қажет деп ойлаймын. Құрметті қонақтар, тағы қосатындарыңыз бар болса, қоссаңыз болады. Бүгінгі өтіп жатқан подкасттан мен кәсіби өмірім 30 жылдан асты. Сонда да бүгін көп мәселелерді өзіме анықтап отырмын. Ол анықтаған дегеніміз не? Білімді білеміз. Білім ол өте қажетті адамға. Білімсіз адам ол болашағы жоқ адам. Сондықтан біздің Қазақстанда осындай мәселелер көтеріліп жатқанда, оның өзінің саналы, жүйелі бағдарламалары ашылып жатқанына өте қуаныштымын. Мен білім саласындағы профессормын, доктормын. Баланың сапалы білім алуына көп әрекеттер жасап жатқан азаматтардың біреуімін. Мен бүгін қуанышты болып отырмын осындай мәселені көтеріп айтып жатқанымызға. Сіз бірінші пікір басталғанда негізіне қаржылы негізін беру керек деген дұрыс. Неге десеңіз, бұл жаңа айтып кеттік қой, бірнеше рет айтып кеттік. Әр нәрсенің өзінің несі бар, ақысы бар. Соны дұрыс түсініп, дұрыс мәдениетті мектептен бастап баланы тәрбиелесек, мен ойлаймын, біздің болашағымыз мол болады. Неге десеңіз, біз сапалы білімге келе жатырмыз. Егер ұлтымыз сапалы білімді адамдардан тұрса, біздің болашағымыз өте мол болады. Бүгінгі подкастқа мен өте ризамын, өтіп жатқан сіздердің бағдарламаларыңызға өте ризамын. Жоғарғы оқу туралы айтып жатсыңыздар, қалай соған дайындап әкелеміз адамдарды. Бұндай бағдарлама көп болу керек. Әр адамға, біздің мемлекеттің әр адамына жеткізуіміз керек. Өңірдегі алыстағы адамдарға да жеткізуіміз керек. Сондықтан бұндай мәселе көтеріп жатқан азаматтар көп болғанына өте қуанышты болып отырмын. Рахмет сіздерге. Ал енді мен 9 сөздің түйін айтатын болсам, ақылсыз бала немесе жалпы дарынсыз бала болмайды. Оның білімділігін бірде-бір ұштастыратын ол ата-ана. Бұл өмірге кез келген ата бала дүниеге келгеннен кейін, сол бала дүниеге келгеннен бастап әрқайсымызда жауапкершілік пайда болады. Сол бірде-бір жауапкершіліктің бірі, біздің ата-ана ретінде, ата-әже ретіндегі жауапкершілігіміздің бірі, ол біздің артымыздан қалған саналы ұрпақтың бола отырып, оның білімді болуын қамтамасыз ету. Білімді болу әр азаматқа лайық нәрсе.
әр бала білімді бола алады. Бірақ соның білім аясындағы тұрақты түрде жүйелі дайындықпен әр ата-ана келсе, жаңағы алынбайтын қамал жоқ. Сондықтан мен сіздерге Құдай берген, көрген алдарыңызда бала болса, сол балаңыздың болашағын жарқын қамтамасыз етем десеңіз, бүгіннен бастап Халклайф компаниясынан сақтандыру полисін ашып, бір төлемді белгілеп, сол ақшаны жинап бастап, жан-жақты мемлекеттің беріп отқан мүмкіндіктерін қолдануға шақырамын. Әр бала бақытты болуға лайықты. Бақытты бала, бақытты жан, бақытты маман болу керек деймін. Бақытты аясында, білімділік аясында, кәсіби маман аясында біздің еліміздің көркеюі ол бірде-бір соған байланысты. Сондықтан әке-шешелер, ата-әжелер барлықтарыңызды осы Білім Лайф бағдарламасы аясында сақтандыру полисін ашуға шақырамын. 71-23 нөміріне хабарласыңыздар. Барлықтарыңызды құшақ жая қарсылап, жақсылап түсіндіріп беруге тырысамыз. Көп рахмет, құрметті қонақтар, бүгінгі студиямызға келіп, пікірлеріңізбен бөлісіп. Мына бүгінгі түсіріліміміз балаларына, болашағына белгілі бір бағыт бағдар береді деп ойлаймыз. Әр ата-ана өзінің баласына белгілі бір мақсат қойып, сол мақсатқа жетуіне әрекет етеді деп ойлаймыз. Көп рахмет. Болашақ балаларымыз білімді, саналы, сапалы тұрғыда дамып, еліміз дами берсін. Рахмет. Рахмет. Рахмет.